Елімізде қатерлі ісіктен көз жұматын балалар азаймай тұр. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Елімізде қатерлі ісіктен көз жұматын балалар азаймай тұр. Ал онкологиялық емдеу орталығында орын жоқ. 130 балаға арналған клиникада 150-ден астам науқас жатыр. Мәселені депутат Ақмарал Әлназарова сенатта көтерді. Оның сөзінше қауіпті дертке шалдыққан балаларды халықаралық стандарттарға сай емдеуге бар мүмкіндік жасалған. Дәрі-дәрмек жеткілікті. Алайда осы дертке шалдыққандарды емдейтін екі орталықтың бірінің әбден тозығы жеткен. Түрлі қондырғылар 25 жылдан бері ауыстырылмаған. Депутат жаңа орталық ашу қажет дейді. Себебі ауыр дертпен күресіп жүрген бүлдіршіндер саны 5000-ға жуықтаған. Жыл сайын 600-ден науқас бала тіркеледі. Қатерлі ісіктермен ауыратын балдардың ішінен 40 баладай шетелге жіберу үшін 800 миллион теңгедей қаражат қарастырылып отыр. Енді ол өте үлкен қаражат. Бұл қаражат шетелге кетіп жатыр. Ең бастысы бізге біріншіден қазір жұмыс жасап жатқан медициналық педиатрия орталығының ғимаратына қосымша ғимарат салу керек. Кем дегенде ол 200 төсек болу керек.